құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы. Мен Қостанай облысының Амангелді ауданы Тасты ауылының тумасымын. Ұлтым Молдаван, аты жөнім Алла Чечеткина. Өзім қазақтың салт дәстүрі мен мәдениетінен сусындап өскен баламын. Негізі, қазақ тілін білу үшін мен сияқты көрші күміс әженің мұжымасын жеп өсу керек. Ал сіздер мұжыманың қандай ас екенін білесіздер ме? Қолдың сары майы қосылып, мұжылған ыстық табананың дәмі әлі таңдайымнан кетпейді. Дегенмен өз ата-анама да алғыс айтқым келеді. Сол кісілердің ақылымен мен қазақ сыныбында оқыдым. Сақып Жамал деген алғашқы ұстазының арқасында қазақ тілінің қасиетін сезіндім. Қазіргі таңда Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде журналистика мамандығы бойынша магистратурада оқимын. Сондықтан мен қазақтың нанын жеп, суын ішіп өскендіктен ең алдымен қазақ тіліне құрмет көрсетілуін талап етемін. Құрметті жиналған қауым, мемлекеттік тілде сөйлемесек, білуге тырыспасақ, біздің егемендігімізге, тәуелсіздігімізге қосқан үлесіміз немен өлшенеді? Барлық қандас бауырларымды қазақ тілін білуге, сүюге, оны өз өмірлерінде рухани азық етуге шақырамын. Жаһандану заманында қазақы тәрбие ұмытылмаса деген тілегім бар. Біздің ауылда кешкі уақытта көше кезіп жүрген қыздардың жүргені ұят, ерсі саналатын. Өзімнен кейін өсіп келе жатқан сіңлілерім де осы тәрбиеден алшақтамаса екен деймін. Құрметті жиналған қауым, сөзімнің соңын Мұқағали Мақатаевтың отанға арналған өлеңімен аяқтағым келеді. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен, асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, боз торғайы бұл оның шырылдаған. Отан, отан бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Рахмет.